Атырауда жоғалған отбасының ісі бойынша тергеу жаңа деректерді тексеріп жатыр. smartnews.kz басылымының хабарлауынша, Атырау облысының Қызылқоға ауданындағы Жангелдин ауылында бір отбасының 4 мүшесінің хабар-ошарсыз кетуіне қатысты қылмыстық іс тергеліп жатыр. Іс 2025 жылғы 25 желтоқсанда тіркелген. Облыстың бас полиция генерал-майоры Оңал Бекиев жедел кеңес өткізіп, тергеу барысын және алдағы қадамдарды талқылады. Кеңесте жедел іздестіру шараларының нәтижелері тыңдалып, іздеу жұмыстарын одан әрі жүргізудің негізгі бағыттары айқындалды. Ерекше назар жедел топтар арасындағы ведомство аралық және ішкі үйлесімге, күш пен құралдарды тиімді пайдалануға аударылды. Полиция департаментінің мәліметінше, ведомство басшысы істі заң талаптарына қатаң сай, жан-жақты әрі объективті тергеуді тапсырған. Әрбір жедел ақпаратты уақытылы әрі мұқият тексеру міндеті қойылған. Қазіргі уақытта қылмыстық іс Атырау облыстық полиция департаментінің ерекше бақылауында. Жедел іздестіру және тергеу амалдары тәулік бойы жалғасып жатыр. Еске салайық, бір айдан астам уақыт бұрын өңірдің 4 тұрғыны хабарсыз кеткен. 25 желтоқсанда Атырау қаласының тұрғыны полицияға жүгініп, ағасы отбасымен ұзақ уақыт байланысқа шықпай отырғанын хабарлаған. Жоғалғандар Қызылқоға ауданы Жангелдин ауылының тұрғындары. Олар қараша айында үйінен белгісіз бағытқа шығып кеткен күйі қайтып оралмаған. Із-түзсіз кеткендердің қатарында ерлі зайыптылар мен олардың 33 және 35 жастағы екі ересек баласы бар. Тергеу деректеріне сәйкес, олардың ұялы телефондары Қазақстан аумағында бірнеше рет қосылып өшіп отырған. Соңғы рет Шымкент қаласында тіркелген. Сонымен қатар марқұмдардың қызы мен оның жұбайының қайда екені белгісіз. Ерлі зайыпты 5 баласын әжесіне қалдырып кеткен. Күйеу бала Сұлтан Сәрсемалиев туралы іздеу дерегі Бас прокуратураның құқықтық статистика және арнайы есепке алу порталында жарияланған. Іздеу ісі 2026 жылғы 8 қаңтарда тіркелген. Марқұмдардың туыстары олардың қаза тапқанынан кейін де дауыстық хабарламалар келгенін айтқан. Жақындарының сөзінше, аудиолар келінінің телефонынан жіберілген. Алайда ол кезде әйелдің тірі болмағаны болжануда. Тергеу нұсқасына сәйкес, белгісіз біреулер бұрын жазылған дауыстық хабарламаларды кейіннен жолдаған болуы мүмкін. Қадірлі көрермендер, бұл жаңалықты оқығанда ең алдымен қарапайым адам ретінде алаңдайсың. Бір отбасының 4 мүшесі бірден хабар-ошарсыз кетіп, істің бірнеше ай бойы шешілмей келе жатқаны қоғам үшін де, туыстары үшін де өте ауыр. Полиция істі ерекше бақылауда ұстап, тәулік бойы жұмыс істеп жатыр деген ақпарат белгілі бір деңгейде үміт сыйлайды. Дегенмен, халықты мазалайтын сұрақ көп. Телефондардың қосылып өшірілуі, дауыстық хабарламалардың кейіннен келуі, іздеуде жүрген адамдардың нақты қайда екенінің белгісіздігі, бұндай деректер істің күрделі екенін көрсетеді. Меніңше, бұл істің ашық әрі әділ тергелуі өте маңызды. Қоғамға ресми, нақты ақпарат уақытылы беріліп отырса, түрлі қауесетте азайар еді. Бұл жағдай бір ғана отбасының емес, бүтін елдің жанын ауыртқан оқиғаға айналды. Сондықтан әр дерек мұқият тексеріліп, шындық толық ашылса деген тілек бар. Ең бастысы әділдік орнап, жоғалған жандардың тағдыры анықталса екен. Ал кінәлілер заң алдында жауап берсе екен. Халықтың да көңілі бір сәтке болса да тынышталар ма еді?